Қазіргі таңда шағын несиелеуді дамыту, нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде іске асырылуда. Бұл бағыт жаппай кәсіпкерлікті дамыту бойынша ең тиімді тетік болып табылады. 2018 жылы бекітілген бюджетте шағын несиелеу бағдарламасына 42 миллиард теңге қаралған. Оның 31 миллиард теңге ауылдық жерлерге, 11 миллиард теңгесі қалалар мен моноқалаларға көзделген. Мемлекет басшысының тапсырмасымен қаржыландыру 20 миллиард теңгеге ұлғайып, ағымдағы жылы шамамен 62 миллиард теңгені құрайды. Шағын несие берудің тиімділігін қамтамасыз ету, сондай-ақ соңғы қарыз алушыға қаражатты уақытылы жеткізу мақсатында 4-ші бастаманы іске асыру бойынша келесі тәсілдерді ұсынамыз. Бірінші, мемлекет басшысы атап өткендей, ауылдарда кәсіпкерлікті дамыту үшін бұл бастама өте маңызды. Осыған орай, қосымша бөлінген 20 миллиард теңгенің 14 миллиард теңгесін ауылдарға несие беруге, оның ішінде 10 миллиард теңгені ауыл шаруашылығы өндіруші кәсіп орындарының айналасында якорлық кооперация жобасын дамытуға жұмсауды ұсынамыз.